Тихо. Бүгінгі күні ИП «Жакет» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры болып келемін. Кәсіпкерлік тәжірибемде 2013 жылдан басталған. 2013 жылы бұл жақта емес, кішкентай қалада пельмень, манты шығаратын цех ашып бастағанмын. Сол жақта 4 жылдай жұмыс істедік. Жаңағыдай цех аштық. Кәсіпкерлікті дамыту бойынша 3 миллион грант алдым, мен жаңа жерде цех аштым. Ол цехті дамытып, содан кейін қалаға көшу керек болды, сондықтан қалаға көшіп келдім, бірақ ол цех әлі сол қалада жұмыс істеп тұр. Бүгінгі күні содан кейін, енді мына жаққа келгеннен кейін сендердің үстіндегі мектеп формасымен де мен айналысам. Мектеп формасымен айналыса бастадым. Одан кейін бүгінгі күні кішкентай баламен декреттемін. Одан кейін қазіргі уақытта кішкентай өзіміз цех ашып жатырмыз. Сол жақта Қазақстанда жаңағыдай костюмдар тігу үшін сондай жұмыспен айналысып жатырмыз. Енді 2013 жылдан бастап бүгінгі күні міне 6 жыл мен жаңағыдай кәсіпкерлікте жұмыс істеймін. Кәсіпкер болып жұмыс істеймін. Сендер сұрақтарыңыз бар ма? Цех ашу үшін мен жаңа мемлекеттен 3 миллион грант алдым, және де өзімнің 2 миллиондай ақшамды салдым. Сонымен жаңағыдай ашылды. Бүгінгі күні айтып бүгінгі таңда ол қалада, ол Қаражал қаласында тек қана жаңағыдай цех өзі бірінші ашылған, және де бүгінгі күні жұмыс істеп тұр ол жер. Енді біз көшіп кеткеннен кейін басқа бірге сатып кеттік ол жерді, бірақ ол жер жұмыс істеп тұр. Бүгінгі күні енді кәсіпкерлікті бастау үшін барлық қалай айтсам керек, барлық жоқ не бойынша мемлекет тарапынан сендерге енді барлық жағдай жасалып тұр. Қазіргі уақытта 18 жастан бастап, жаңағыдай 24 жасқа дейін кәсіпкерлер палатасында жаңағыдай жас кәсіпкер деген программаны беретін жастар. Сол бойынша жаңағыдай жастарды оқытады. Ол не бойынша, бағдарлама бойынша әрбір кәсіпкерге бүгінгі күні жаңағыдай жас кәсіпкер бойынша оқып шыққан адамға сертификат беріледі, және де өзінің проектісін қолдап, жаңағыдай проектісін қорғап шықса, оған 505 мың грант беріледі. Сол туралы естіген шығарсыздар, енді мұғалімдерді айтқан шығар. Ол қайтарусыз грант, иә. Әлі не жұмыс істеу керек? Если дәлелдемесем не болады. Дәлелдемесем қайтарасың, және де штрафтан төлейсің. Енді сіздер қараңызшы, бизнесті былай бастағанда, мысалы, әрбір адам өзінің әрбір адамның өзінің ерекшелігі болады, өзінің қабілеті болады. Кейбіреулер жақсы тамақ пісіре алады, мысалы, кейбіреулер наоборот кулинария жақсы болады, кейбіреулер наоборот сурет әдемі салады. Жаңағыдай қазір міне жас бір кәсіпкер жаңағы нені ауытуға өзі әдемілеп қазіргі уақытта салады ғой, планшетпен сурет салып, кәдімгідей холстпен салған не сияқты, жаңағы картина сияқты болып шығады. Сондай болады. Әрбір адамның өз ерекшелігі болады. Әрбір адам өзімен бір нәрсе істеу біледі. Жаңағыдай әдемі жаңағыдай сурет салу біледі. Кейбіреулеріне жаңағыдай әдемі кісілерді әдемі мейкап өздері білесіңдер ғой. Сондай жасай алады. Кейбір шаш үлгісін жасай алады. Сондықтан жаңағыдай өздерінің ерекшеліктері бойынша жаңағыдай ашсам, және де ашқаннан кейін бірақ нәрсемен айналысу керек. Бастағанда тек қана соған бүкіл зейініңізді салып, сол жұмыспен айналысу керек. Және де енді 505 мың деген енді бүгінгі күні жас кәсіпкерге ол ойлаймын бір жақсы көмек деп. Сол өзі сапар бүгінгі күні. Ондайлар бар деп ойлаймын. Мына жерде балалар. Цехті ашу үшін біріншіден
ол уақытта болсын, қазіргі уақытта болсын, жаңағыдай грантта тек қана сол қалада болмаса, сол жұмыс мысалы, сол жұмыс атқарылмаса, тек қана сондай проектілерге ғана беріледі. Қазіргі уақытта да солай. Мысалы, не жоқ? Біз оны нишевой проекті дейміз жаңағыдай. Не ол қалада жоқ, соны дамыту керек. Сондықтан жаңағыдай біз бірінші қаланы қарап, зерттеп, қандай жаңағыдай қала үшін пайдасын тигізетіндей, адамдар үшін пайдасын тигізетіндей, және де енді кәсіпкер болғаннан кейін әрине саған пайда болатындай жаңағы нәрсені нетіп, жаңағыдай цехты аштық. Сізге жоғарғы бірінде диплом керек болды ма? Керек болды. Осы цехты ашардың алдында жаңағыдай кәсіпкерлікпен жұмыс істеудің алдында әрине мен өзім жоғарғы білімім бар. Оның алдында мен қанша жыл госслужбада жұмыс істедім, экономикада. Сондықтан және де өзі элементарный отчеттарды тапсыру үшін, барлығы үшін в любом случае керек жоғарғы білім. Сізді экономиканы оқу керек, бизнесмен болғансыз? Жоқ, экономиканы оқығандар, өздерінің құқықтарында нелерді білу үшін юрист болып оқығандар. Или жаңағыдай, білмеймін енді, ұлдарға, например, обычно ұлдар жұмыс істейді ондай нәрсемен. Егер программированиемен жұмыс істейді, ол уақытта әрине бір жыл оқып, сосын барып жаңағыдай жұмыс істеу керек. Әрине, бірінші ол оқымай қосымша жай ғана оқып алам деген болмайды, әрине. Цех ашатын алдында негізі менде дұрысырақ бірінші менде осындай қиыншылық болды. Ол қалада цех болған жоқ, және де жаңағы ол уақытта жаңа ғана ашылып жатқан енді несі салон красоты болған жоқ, сұлулық салоны. Сосын мен ойладым, қайсысын ашсам екен, сұлулық салонын ашсам екен, немесе жаңағыдай цехты ашсам екен деп. Мен аштым неге цехты, өйткені оны адам болмаса да, мен өзім оны істеп, жаңағыдай аппаратпен өзім жұмыс істеп шығара аламын. Ал егер сұлулық салонын ашсам, мен тек қана жаңағы өзімдегі жұмыскерлерге ғана жоғақта бұрын жаңағы жұмыскерлерге зависимо буду всегда. Өйткені өзім істей алмаймын оны. Тек қана соларға қарап отырамын. Егер жақсы жаңағы мастер болса, онда мен жұмысым алға жүремін. Ал мастер жақсы болмаса, мен өзім оны істей алмаймын, сондықтан қиналамын. Сондықтан біріншіден кәсіпті ашпас бұрын ойланып алу керексіздер. Сендер ол жаңағыдай кәсіпте тәжірибелері бар ма? Оны сендер арқатай өздерің жүргізе аласыңдар ма? Жаңағыдай өзіне бір айтып отырмын, өзінің ерекшелігі бойынша сендерге жақын нәрселерді ашты. Тек ал мысалы жаңағы айтып отырмын, сұлулық салоны бойынша мен жаңағы мастерлардан ғана все время зависела был. Ал не бойынша жаңағыдай өзім мен цех бойынша ешқандай ешкімнен не завишу, тек қана жай жұмыскерлерден, а былай өзім аппаратты бәрін өзім үйреніп алғанмын. Сондықтан сондай бір нелер болады. Айтып отырмын, бір нәрсе ашпастан бұрын тек қана өзім істей алатын нәрсені ашу керек. Не қызықтырады сіздерді? Бәрібір қазіргі заманда екінші сабақ барысында айтады, кешіріңіз, өзің қандай білімді болып тұрсаң да, сол мамандық қалап алады ғой. Сосын сол мамандықтан қосымша сендерге қосымша табыс көзін білу керек. Ол табыс көзін ойлау үшін жаңағы апайымыз айтқандай, сендерде немене болу керек? Өздеріңе ұнататын жаңағы еңбек түрі болу керек. Аспазшы бола ма, кондитер бола ма, шаштараз бола ма, стилист бола ма, иә? Сабақ барысында пайдаланып. Бірақ жаңағы сендер осыны егер өздерің жақсы меңгеріп тұрсыңдар, апайларың дәлелдеп жүр. Өзің жақсы меңгеріп тұрсаң, сен ары қарай қосымша қарамағыңдағы адамдар үйретесің, және сонымен бірге сенің жұмысың жаңағы топпен жүреді. Жақсы, рахмет, жалғастыра беріңіз. Серіктес болған жоқ, өзім жалғастырып.
өзім жалғыз аштым, бизнес жоспарын өзім жаздым. Ол уақытта болмайтын ондай бизнес жоспарды өзім жазып беру деген. Оны өзім жазып өзім жасадым. Ал қазіргі уақытта айтып отырмын, қазіргі уақытта барлық жағдай жасалған. Қазіргі уақытта кәсіпкерлер палатасына барасыздар, сіздерге көмектеседі, басынан бастайды, сол бизнес жоспарды қалай жазылады екен, қалай істелінеді екен, бәрін үйретеді, көрсетеді. Енді жаңағыдай жас кәсіпкер бойынша оқысаңыздар, жаңағыдай барлық көмектеседі. Және де сіздерді артындай олар сопровождают жаңа проекттерді, жай тастап кетпейді. Ал бізде ондай болмайтын ол уақытта. Мен шынымды айтсам, кәсіпкерлікті 23-тен бастадым, бірақ мен кішкентай кезімде мамам магазині болатын. Сондан бір 5-6 кластарда мен уже сол магазинде жұмыс істейдім. Сондан өз кішкентай кезімнен бастап жаңа кәсіпкерлікке бейім болдым. Айтатын ол өзі госслужбаға келгенде 10 жыл мен госслужбада жұмыс істедім. Бір сол қаланың бюджетін мен өзім жаңағыдай санап жасайтын. Содан кейін бір күні осылай бізде не болады, повышение квалификация болады. Сол уақытта повышение квалификацияға келдім да, бір психолог маман тест өткізді. Тест бойынша жаңағыдай қарама, какой купец по жизни. Шынымен у меня предпринимательского больше было, чем жаңағы госслужбада отырып цифры перебирать еткеннен гөрі. Сондықтан жаңағы психолог айтқаннан кейін мен, наверное, бір жыл одан кейін жұмыс істеген жоқ, сразу кәсіпкерлікке кетіп қалдым. Вот солай мен жаңағыдай госслужбаны да. Еңбекақы мен олай айсен еңбекақы алмам, ол мен өз немнен жаңағы жасаған табысым. Айтпақ айшыма. Құпия болсын дейді. Иә, ол құпия болсын. Бірақ қанша деген пайдасы бар ғой. Пайдасы бар, не бар? Пайда болмаса ешкім жұмыс істемейді, өздері түсінесіздер. Көкше сұрақтар бар. Ол өзі форманы, бұл жерде мен жалғыз емеспін формада. Бір жылы жаңағыдай біз құрбымыз екеуміз Турцияға барып киіммен айналысатын болып шештік. Сол жаққа барғаннан кейін жаңағы киіммен айналысамыз деп шешкен уақытта барған кезде бізге айтты фабрика. Біз тек қана Қазақстан бойынша бір кісіге жібереміз форманы, басқа ешкімге жасамаймыз деді. Жақсы дедік та біз енді сіздерде басқа фабрика жоқ па дедік та кетіп қалдық. Бәрібір біз соны нетеміз, жасаймыз деп жаңағыда кеттік. Сосын атын айтты жасайтын адамның, болды бізге. Сол кісіден рұқсат алсаңыздар, Қазақстан бойынша сол кісі ғана бізде жұмыс істейді деді. Мен айттым, монополистер ма, Қазақстан бойынша ондай болуы мүмкін емес деді, мен кетіп қалдым. Содан кейін бір жыл өткеннен кейін мен соншалықты осы жұмыс істегім келгеннен шығарып форманы. Бір жылдан кейін бізді бір тойға шақырады, жолдасымыз екеумізді. Бір тойға шақырғанда жаңағы неде болған түрік, жаңағы Турцияда болған, соны мен тойда көремін. Ол жаңағы сол уақытта ғана мен той иелерінің кім екенін, кімнің тойы болатқан сол уақытта қарап, жаңағы мен жаңағы қыздың тойында отыр екенмін. Қазақстанға жіберіп отырған форманы жаңағы қыздың тойында отыр екенмін, оны мен білмеймін да. Содан кейін есіме түсті, жаңағы түрікті көріп жолдасыма айтсам, мынау сол түрік десем, жолдасыма не сен соны жаттап алдың ба деп. Я жаттап алдым сол кісі деп. Сондықтан жаңағы кісі келіп айтады, тосын айтады дейсіз. Содан кейін мен айтамын, осы қыз формамен айналысады деп, жаңағы екеуміз құрбымыз болып кетеміз жаңағы қызбен. И жаңағы мектеп формасын, жаңағыдай мен соншалықты жұмыс істеген келгендіктен ба, жаңағы адамды да маған өзі, енді Құдай алып келді, сонымен сөйтіп мен сол кісімен танысып, мектеп формасымен жұмыс істей бастадым. Жоқ, тек қана сендердің мектептердің емес, енді көріп жатқан шығарсыздар, қанша мектеп, да, мектеп киінеді, сендердің мектептер киінеді, 5-ші мектеп киінеді, 93-ші мектеп киінеді, осы жерде 85 киінеді, 12 киінеді, көп қой мектептер киінеді. Мен қазір өзім бөлек шығып кеттім, ол кісімен де мен 5 жылдай жұмыс істедім мектеп формасымен, биыл мен бөлек шығып кеттім, бөлек цехымды ашу үшін. Жаңағыдай сосын мен көбінесе жаңағыдай
әйел адамдарына жаңағыдай костюм тігумен айналысып кетті. Жолдасым жұмыс істейді. Ол кісі көмектеседі, енді көмектескенде қалай екеуміз, тем более ол кісі үлкен мекеменің басшысы болып келеді. Сондықтан ол кісі көмектесу жұмысында. Сондықтан біз үйде бизнес туралы сөйлеспейміз. Біз тек қана екеумізде бір даже сұрақтар болса, ондай бизнес туралы, не туралы біз жеке шығып, үйде жаңағыдай сөйлесіп, бүкіл сұрақтарымызды шешіп аламыз. Бірақ үйде балалар бар, үйде біз бизнес туралы көмектесуге сөйлемейміз. Бірақ ол көмектеседі, конечно, кәсіпкерлік тема. Айтылды ма, мен мектеп формасымен сіздерге мектеп формасы бұл Қазақстанда шығарылған жоқ. Мектеп формасы сіздерге частично юбкаларды жасалуда, ол жақта біз басын бастадық ол жақта. Өйткені жаңағы трикотажды бұл жақта шығара алмадық. Трикотажды біз әкелдік Турциядан, жаңағы юбкаларды сол жақта тіке бастады. Содан кейін мен қазір ол жерден бөлек шығып кетімді, жаңағыдай өзімнің цехымды ашып жатырмын. Тек қана жаңағыдай көбістерге немесе жаңағыдай біз не тігеміз. Костюмдар тігеміз, көйлектер тігеміз, енді осы жақта жаңағы Қазақстан